минус 4-тен кіші және d бүтін сан. Минус 4-тен кіші бүтін сандар ол минус 5 болуы мүмкін, минус 6, минус 7, минус 8, кете береді, шексіз көп, иә. Осылардың біреуін алып қойдық. Мысалы, минус 5-ті қойсақ, минус 5-ті квадраттасақ, 25 шығады, 16-тан азайтамыз 25-ті, минус 9 шығады. Бұларға минус 5 қойсақ, минус 5-ке 4 қосады, бұларға минус 1 болады. Иә, минус 1 үлкен. Басқа сандармен жасай берсек, мына одан сайын минус 9-дан да кішірейе береді, өйткені 16 өзгермейді, ал мына d квадрат ол өсе береді. 25 болды, минус 6-ның квадраты 36 болады, ол минус 20 болады. Минус 100-дің квадраты минус 10 болады, яғни квадрат тез өседі. Ал мына жерде үнемі одан жайырақ өседі. Немесе минусқа қарай одан жайырақ кіреді десек болады. Мысалы, минус 10 қоссақ, d-ның орнына минус 10 қосылған 4, ол минус 6 ғана болады. Амнарға минус 10 қосақ, минус 10 квадраты 100 болып кетеді, бірден минус 10 модулі бойынша минус 10-дан да үлкен болып кетті. 16-тан 100 қосақ, минус 84, яғни мына екеуінің айырмашылығы өсе береді, сондықтан мына жағы үлкен, үнемі үлкен болады. Жауап бізде Б. Сіз сандармен салыстырасыз, бұнда әріптері бар есептер үнемі, иә. Мына жерде 5 бөлу 2 деген 2,5 мынау былай қосылады, 2,5 қосылады, 5 болады, сол кезде 5 бөлінген 4n тең болады 5 деген сөз, 5-ті не нәрсеге бөлгенде 5 шығады, 5-ті 1-ге бөлгенде 5 шығады, сондықтан 4n бізде 4n тең 1, 4n тең 1. Маған мына есепте 8n керек, 8n деген сөз 4n-ді 2-ге көбейтіп жібергенде, мына жағын 2-ге көбейтеміз, сол жағын оң жағын 2-ге көбейтеміз, сол кезде 8n 2-ге тең, мына 8n-нің орнына 2 қоям, 2-ні 5-ке бөлем, 5-тен 2 немесе 20 5-ке бөлінсе 4, мынау 0,4 болады. Мына жерде де дәл сол сияқты, мынау да 4-тен 3, мынау да 4-тен 3, мынау былай плюс болып барады, 4-тен 3-ке 4-тен 3 қоссақ, 4-тен 6 болады. Яғни 4 бөлінген 3-ем тең болады 4-тен 6 дедік па? 4-тен 6. Енді мына сол жағын орын ауыстырып жүрсек, оң жағын да орын ауыстырып жүреміз. Алымен бөлімін. Сол кезде мынау 3-ем бөлінген 4 шығады. Мынарада 4 бөлінген 6 болады. Маған 9-м бөлінген 4 керек. 9-м деген сөз, мына үсті 3-ке көбейтіліп кетті. Егер сол жағын үстін 3-ке көбейтсек, оң жағын да үстін 3-ке көбейту керек. Сол кезде мына жерде 9-м бөлінген 4 шығады. 9-м бөлінген 4. Мына жерде 12 бөлінген 6 немесе 2 шығады. Мынаның мәні 2, әрине 2 үлкен 0,4-тен. Бұл Б. Яғни мен сізге m мен n-нің мәнін жеке таппай-ақ, көп оқушылар n-ді бөлек есептейді, сосын барып қояды, m-ді бөлек есептейді, сосын барып қояды. Мен бірден ізденіліп жатырған нәрсенің формасына келіп жатырмын. Бұл тезірек жолы болады, иә. Дүкендегі тауардың бағасы бірінші айда 30%-ға өсіп, екінші айда 30%-ға түсті. Аталған тауардың соңғы бағасы 128 теңге болса, бастапқы бағасын табыңыз. 30%-ға өссе, ол 100%-ға 30% қосылды, демек 130% болды. Ал 30%-ға түссе, жаңа 100%-дан 30% кемді, демек 70% болды. Мынарда 130% табу керек, мынарда 70% табу керек. Бір санның, сол кезде 728 шықты. Демек, мен 728-ді, ана санды 100-ден 130-ға көбейтсем, 728-ді 130-дан 100-ге көбейту керекпін, керісінше. 130-дан 100-ге көбейту керекпін. Және мен ізделінді санды 100-ден 70-ге көбейту үшін 70% табу үшін. Мына санды мен кері жұмыс істеп жатырмын, 70-ден 100-ге көбейту керекпін. Сол кезде мына төмендегі 2,0, жоғарыда 2,0-мен кетеді. Мына санын 7-мен қысқару керек, өйткені 7 7-ге бөлінеді, 28 7-ге бөлінеді, 7 7-ге 1, 28 7-ге 4, яғни 104 шығады мынарда. 7 бөлгенде 104 13-ке бөліну керек. Әйтпесе ол берілмейтін еді. 130 13-ке бөлінеді, 10, 130-ға 2 13 жетпей тұр. Демек, 8. 800-ге 800 теңге екен. Мына жақтың бағасы. Келесі дүкендегі тауардың бағасы бірінші айда 20%-ға өсті. Демек, 100%-лық баға 20%-ға өссе, 120% табу керек бір санның. Екінші айда 40%-да түссе, жаңа 100%-лық баға 40%-ға түссе, 60% болып қалды. Сол санның 120%-ын, кейін 60%-ын, шыққан сан 60%-ын тапсақ, 540 теңге болады. Ал кері жүрсек, 540-ты керісінше 100-ден 60-ға емес, 60-тан 100-ге, немесе 100-ден 20-ға емес, 120-дан 100-ге көбейту керек. 60-тан 100-ге дедік, иә. Жоғарыдағы 2,0, төмендегі 2,0-мен қысқарады. Сол кезде мынау 54 6-ға бөлінеді. 9, 90, 90 мен 12 6-ға бөлінеді екен. 6-ға бөлсек 2 қалады, мына 6-ға бөлсек 15, 2 мен 150 қалады. 50 мен 15-ті көбейтсек, 5-ті 15-ке 75, 0 мен 750. 800 үлкен, жауап А. Ары қарай дәрежелерді жасап жүрміз. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады деген нәрсені айттым сізге. 1-дің кез келген дәрежесі 1 болады. 1-ді өзіне 100 рет көбейтсеңіз де 1 шығады. Сол кезде мынау 1, алдында минус бар, мынау 1, алдында плюс бар. Бұлар бір-бірін жояды екен. Бұлар бір-бірін жояды. Енді мынау 3-дің 8 дәрежесін 3-ті өзіне 8 рет көбейту, 3 көбейту 3 көбейту 3, мынау көрінетін түспен жазайын сізге. Сары түстіңдер. 3 көбейту 3, көбейту 3, көбейту 3, 4 рет, 5 рет, 6 рет, 7 рет, 8 рет 3-ті көбейту. Мына 3-тің 8 дәрежесі деген сөз.
ал мынада 9-ның 4 дәрежесі тұр. 9-ның 4 дәрежесі деген сөз ол 1 9 көбейтілген тағы 1 9 көбейтілген тағы 1 9 көбейтілген тағы 1 4 9. Бірақ 4 9 мен 8 3-тің көбейтіндісі бірдей ғой, өйткені әрбір 9 ол 2 3-тен тұрады, сол кезде 4 9 8 3-тен тұрады. Демек, мына екі сан бәрібір бірін жояды, оны есептемесек болады, уақытымыз құрды. Сол кезде мынада 10-ның квадраты 100 деген сан сол жақта. Оң жақта мынау плюс 1-дің 50 дәрежесі ол 1 кәдімгі. Мынада 5-дің 4 дәрежесі деген бар, және 25-дің 2 дәрежесі бар. 25-дің 2 деген 25 ол 5 пен 5-дің көбейтіндісі. 25-ті 2 рет қайталау ол 5 көбейту 5-ті 4 рет қайталау деген сөз. Яғни мына 5 көбейту 5 25 болады, мына 5 көбейту 5 25 болады, сол кезде 25 көбейту 25 ол мына 25-дің квадраты. Бірақ мынарда 5-дің 4 дәрежесі осы 4 5. Ол азайтылып тұр, демек ол жойылады мына санмен бәрібір. Сол кезде біз 7-ның квадраты 49, оған 1 қосамыз 50, оған 50 қосамыз, бұл да 100, екі жағы тең, сондықтан бұл есептің жауабы С, екі жақ бағандағы мәндері тең екен. Мынарда әріптерін есептейміз. Егер әріптер қалып қойса, бұларды салыстыру мүмкін емес болады, яғни жауап жоқ болады. Сондықтан мен әріптерден бастаймын. Минус 5-ті 3-2, минус 16е, минус 2-ні минус 8-ге плюс 16е, емен не жойылды. Ал мынарда минус 6-ны 2 жарымға минус 15е, және минус 3-ті минус 5-ге плюс 15е, е-лары жойылды. Енді келесі f-тар. Минус 5-ті минус 4,8-ге өтсек, 24f болады. Минус 2-ні 12f-ға өтсек, минус 24, 24f, 24f, мұнда жойылып кетті. F жойылып кетті, e жойылып кетті, құрсан шығып мияқта. Мына жерде минус 6-ны минус 1 жарымға плюс 9f болады, плюс 9. Ал минус 3-ті 2-ге минус 6f, 9f-тен 6f алсың, 3f қалады. Мынада f-тігі мүлде жоқ, мұнда қалды. Ал f-тің мәні қанша екен білмегендіктен, мынада шарт бойынша белгіленген. Бұл екі жақты салыстыру мүмкін емес. Сондықтан жауап ақпарат жеткіліксіз дейміз бұны шығару үшін. Нұржанның достарының 20% спортпен шұғылданады. Қалғанының, Нұржанның 100% достары бар екен. 100% достары. Соның спортпен айналысатын 20% бар, және қалған қаншасы бар? 80% бар. Бұл өз алдына 100% деп саналады. Бұл достар өз алдына 100%, солар аралай былай бөлінеді. 60% математикаға айналысады, одан қалған 8 досы дейді. Мынаның 60% математикамен айналысса, бұл жаңа 100%-дық дәреже, жаңа 100%-дық достар саны болғандықтан өз алдына 100% деп санаймыз әр шакты. Сол кезде мынау 60 болса, оның қалғаны 40 болады. Осы қалған, бізге айтып тұр, қалған 8 досы дейді. Яғни мынау 8-ге тең дейді. Мына барлық достарының 80%, оның 40%, 8-ге тең деген сөз. Біз мына 8-ді керісінше жұмыс істейміз енді. 8-дің бір санның 40% болса, оны 40-тан 100-ге көбейтеміз. Қай санның 40% екенін табу үшін? Ол шығатын сан бір санның 80% болса, оны табу үшін соның 80-нен 100-ге көбейтеміз. Өйткені сол сан белгілі болғанда 100-ден 80-ге көбейтетін еді. Сөйтіп, мына жоғары 2 0 мен төменгі 2 0 кетеді. 8 мен 8 кетеді, 104 бөлін 25 досы бар екен шығады. Барлығы 25 мына жерге жеткенде 25 адам бар екен деп түсіндік. Мына есепте. Қайық өзен ағысымен 20 км жолды 2 сағатта өтеді. Олай болса 20-ны 2-ке бөлсек, 10 км сағат. Бұл бізде өзен ағыспен жүзген кезде ағыс итереді өзі алға қарай. Және қайықта алға қарай жүреді. Яғни ағыспен жүзген кезде екі жылдамдық бір-біріне қосылады. Ағыста итереді, мынауды көмектеседі, мынау алға жүреді. Сондықтан бұл В қайық қосылған В ағыс деп түсіну керекпіз ағыспен. Ал ағысқа қарсы дәл сол жолды 5 сағат. Дәл сол 20 км 5 сағатта жүру үшін 20-ны 5-ке бөлеміз 4 км сағатына. Ол ағысқа қарсы. Ағысқа қарсы жүзген кезде енді қараңыз. Ағыс кері итереді, қайық алға жүреді. Сол кезде жылдамдық азайтылады бір-бірінен. Яғни В қайық азайтылған В ағыс. Екі санның айырмасы 4-ке тең, ал қосқанда 10-ға тең. Енді айтады, көлде 3 сағатта неше километр жол жүреді. Көлде бізде ағыс жоқ, сондықтан біз қайықтың жылдамдығын тауып алып, В қайықты тауып 3-ке көбейту керекпіз. В қайықты табу үшін ағыстың жылдамдығы жойылып кету керек. Бұл екі өрнекті, мына екі теңдеуді, жоғары теңдеу мен төменгі теңдеуді бір-біріне қоссақ, ағыстың жылдамдығы жойылып кетеді шынымен да. Сол В қайық 2 В қайық шығады, тең болады 14. Значит, В қайықтың жылдамдығы 7-ге тең, бірақ 3 еселесек 3 сағатта, сағатына 7 км жүрсе, 3 сағатта 21 км жүреді. А жауабы А үлкен өйткені. Ары қарай. Мынау радиусы мынандай, n рет айналса, мынандай жол жүреді деп тұр. Радиусы 15 болса, n 24 рет болса. Енді қараңыз. Бір айналған кезде шеңбердің ұзындығы деген формула бар, 2πr болады. Бір айналған кезде мына r-дің орнына 15 қоясыз. Сол кезде 2π көбейтілген 15 болады. Ол бір рет айналса өзінің мына басынан бастап ұзындығын жүріп шығады былай. Бірақ 24 рет айналса, бұны тағы 24-ке көбейтеміз. Мынау дәл сол сияқты. 2π r-ді енді нешке көбейтеміз? 25-ке көбейтеміз, бірақ ол
14 рет айналады. Енді бұл екі санды салыстырғанда есептемейміз ешкіме, мынау 2 пи мен 2 пи бірдей ғой, олар ешкіме өзгертпейді. 15 көбейту 24-ті және 25 көбейту 14-ті салыстыру керек біз. 15-ті 24-ке көбейтіңіз, 240 және 120 360, мынада 25-ті 14-ке көбейтіңіз. 350 шығады, е? 350 шығады, 20-ға 280, 5-ке 70, 360 үлкен, сондықтан жауап А. Мына жерде мыналар бір заңдылықпен өсіп жатуы керек. Мен бірінші сан, екінші сан, үшінші сан, төртінші сан, 20-шы сан қандай дейді. Мынау қалай өсіп жатыр? Мынаған 2 қосылып жатыр, 2 қосылып жатыр, 2 қосылып жатыр. Яғни сіз былай екілерді қосып отыруыңызға болады, немесе бірінші саннан 20-шы санға жету үшін неше рет 2 қосу керекпіз? Мынаған 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4-ші санға жету үшін 3 рет, 5-ші санға жету үшін 4 рет, 6-ші санға жету үшін 5 рет. Демек 20-шы санға жету үшін 19 рет қосу керек. Мына ең бірінші санға 2-ні 19 рет қосу керек. 5-ке қосамыз 2-ні 19 рет деген сөз. 2-ні 19 рет қосып отырмаймын, 2-ні 19-ға көбейтемін, қоса саламын. 38-ге 5 қоссақ 43. 20-шы саны 43 болу керек. Мыналар да белгілі бір заңдылықпен өсіп жатыр. 1 қосылды, 2 қосылды, 4 қосылды, арасы 2 еселеніп жатыр, немесе мына сан 2 еселеніп жатыр. 2-ге көбейтсек 2 шығады, бұны 2-ге көбейтсек 4 шығады, бұны 2-ге көбейтсек 8 шығады, бұны 2-ге көбейтсек 5 шығады. Бұл 5-ші мүше 16, оны 2-ге көбейтсек 32, 6-шы мүше, оны 2-ге көбейтсек 64, ол 7-ші мүше, ол үлкенірек, сондықтан жауап Б. Берілген теңсіздіктің шешімі болатын аралықтың ұзындығын табыңыз. Мына сан ол минус 0,4. Яғни мынау қос теңсіздік болғандықтан, мынау ортаға минус 0,4-тен құтылу үшін, жойып жіберу үшін 0,4-ті ортаға қосу керекпін. Ал мен теңсіздіктің ортасына қоссам, екі жақ шетіне де қосу керекпін, өйткені теңсіздік сақталу керек. Сол кезде екеуі бір-бірін жояды, мынау жоқ болып кетті. Мынарда 4 шықты, мынарда минус 12 шықты. Енді олар 2х. Ал 2х-тен құтылу үшін 2-ден мен 2-ге бөліп тастаймын. Сол кезде минус 12-ні 2 бөлсем минус 6. Ал 4-ті 2 бөлсем 2. Минус 6-тан 2-ге дейін. Осы аралықтың ұзындығын табыңыз. Минус 6-тан 2-ге дейінгі ұзындық қанша болатындығы үшін 2-ден азайтамыз минус 6-ны. 2-ден азайтамыз минус 6-ны. Неге? Сізге айтсам, егер бұлай 1 мен 4-тің арасы қанша десем. Айтасыз, мынара 2, мынара 3. Демек ол 1, 2, 3 бірлік. Яғни ол 4-тен 1-ді азайту деген сөз. Сондықтан минус 6-тан 2-ге дейін ұзындық қанша десем, 2-ден минус 6-ны азайтасыз 8 бірлік. Мына жердің ұзындығы, иә? Мына жердің ұзындығы. Мынау 0,2 қосылып тұр, оның жойылу үшін 0,2-ні азайтам, ортасынан да, демек екі жақ шетінен де 0,2-ні азайтам. Сол кезде мынара деген 18 болады, орта 3х-ның өзі қалды, мынау жойылып кетті өткені. Мынарда минус 3 болды. Енді бәрін 3-ке бөліңіз, минус 3-ке бөлінеді минус 1, 18 3-ке бөлінеді 6. Мынау 2 мен 6-ның арасы десек болады, мынау 1 мен 6-ның арасы, әрине мынау азырақ, иә. Өйткені 6-тан минус 1 7 шығады, 8 бірлік. Сондықтан жауап А болады. Соңғы есеп. Қаңтар айының 1-і дүйсенбі күні болса, 31-і қай күн? Бүгін жұма болса, 110 күннен кейін қай күн болады? Енді мына екеуінің шамасы күндері бірдей болса тең болады, күндері әртүрлі болса салыстыру мүмкін емес. Күнді күнмен салыстыра алмаймыз біз. Мысалы, сәрсенбі жұмадан үлкен болады, немесе жұма сәрсенбіден кіші болады, үлкен болады деген шарт жоқ. Бұл есептің немесе ақпарат жеткіліксіз деп айтамыз, бірақ ақпарат жеткілікті сияқты. Немесе екеуінің жауабы тең болу керек. Енді қараңыз, қаңтардың 1-і дүйсенбі болса, сіз былай 7 күнді жазыңыз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Осылай жазып қойыңыз 7 күнді. Енді 1-і дүйсенбі болса, 7 күн сайын қайталанады. 7 қосыңыз мына бірге 8-і де дүйсенбі, оған 7 қосыңыз 15-і де дүйсенбі, оған 7 қосыңыз 22-і дүйсенбі, оған 7 қосыңыз 29-і дүйсенбі, 31-і қай күн? 29 дүйсенбі болса, 30-ы сейсенбі, 31-і бізде сәрсенбі келеді. Мынаның жауабы сәрсенбі шықты. Бүгін жұма 110 күннен қай күн? Мен алдыңғы есепте айттым, 7 күн сайын қайталанады. Жұма 7 күннен кейін тағы жұма, 7 күннен кейін тағы жұма, сондықтан мына 110-ның ішіне сыятын неше рет 7 күн бар, немесе 110-ға жақын, ең жақын 7-ге бөлінетін сан қандай? 105 7-ге бөлінеді, өйткені ол 70 қосу 35. Сондықтан жұма болса 105 күннен кейін қайтып жұма болады. 105-тен 110-ның арасы тағы 5 күн бар. Жұмадан кейін 5 күн қосыңыз. Айттым ғой, 7 күннен кейін қайт жұма болсын болса, 6 күннен кейін бейсенбі, демек 5 күннен кейін бізде сәрсенбі. Яғни біз жаңағыдай болжау жасағандай, мына екеуі бірдей болуы керек, өйткені бұндай тапсырмаларда басқаша жауап болуы мүмкін. Бұл сан сұрап отырған жоқ қой, мәнін сұрағын сұрап отыр. Екі бағандағы мән бірдей. Мында да сәрсенбі, мында да бір сәрсенбі. Сондықтан әрине жауап С-ға ғана келеді.